Қыздар, егер салмақ тастап арықтап жүрген кезде самса жеуге болмайды деп ойласаңыздар, онда қателесесіздер. Бүгін сіздерге цельнозерновой ұннан жасалатын диеталық самсаның рецептімен бөліскім келіп тұр. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындау үшін ыдысқа қаймақ саламыз, ерітілген сары май саламыз. Сары май 82%-дан төмен болмауы қажет. 2 жұмыртқа және дәміне қарай тұз саламыз да араластырып аламыз. Дайын болған сұйық массамызға тұтастанды ұн саламыз, яғни цельнозерновая мука, оны Каспий магазиннен тапсырыс берсеңіздер болады. Дәміне қарай тұз салып, жақсылап песочный қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұп-жұмсақ, тығыз болып шығады. 20 минутқа қоя тұрамыз. Ал енді салмасын, яғни начинкасын дайындау үшін тартылған ет қажет болады. Картоп және пиязды жақсылап осылай майдалап турап аламыз. Маған пиязы көп болған ұнайды. Қажет ингредиенттердің барлығын описание бөліміне, яғни төменге жазып қалдырамын. Ал енді дәміне қарай тұз бұрыш салып, қасықпен немесе қолымызбен араластырып аламыз. Ал енді жаңағы дайын болған қамырымызды осылай бөліп аламыз да, бірдей бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды оқтаумен осылай жайып аламыз да, дайын болған салмасын, яғни начинкасын молдау етіп салып, түйіп шығамыз. Егер самсаны түйуді білмесеңіз, сіздерге қазір видеода көрсетемін. Мұқият қараңыздар, осылай бір шетінен бастап түйіп шығамыз. Негізі оп-оңай, осылай противеньге салып шығамыз. Кез келген формада жасасаңыздар болады, үшбұрыш етіп классикалық формада жасасаңыздар да болады. Осылай жұмыртқаның сарысын үстіне жағып шығамыз да, әсемдік үшін мен кунжут дәнін салдым. Кез келген дән салсаңыздар болады. 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Әркімнің пеші әрқалай піседі. Сол үшін өздеріңіздің пештеріңізге қарап ыңғайлатып пісіресіздер. Мінекей цельнозерновой ұннан жасалған самсамыз осылай дайын болады, қызарып. Ақ ұннан жасалған самсадан қарағанда осы цельнозерновой ұннан жасаған самса өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Әрі өте пайдалы, денсаулығыңызға еш зияны жоқ. Қант диабеті бар жандарға да тұтынуға болады. Қанның құрамындағы қант деңгейін көтермейді. Балдарыңызға уайымдамай ұсынасыздар. Және қыздар, осы цельнозерновой ұннан жасалатын десерттің рецепті менің парақшамда бар. Осы видеоның астына белгілеп кетемін. Қант диабеті бар жандарға өте әдемі үйлеседі. Қанның құрамындағы қант деңгейін көтермейді, десерт болса да. Міндетті түрде осы видеоны қарап, осы десертті жасап тұтыныңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.